Саламатсыздар ма? Shopify деген Wildberries емес, Европа қай жақ мировой қанша еңбек жасадым, бірақ ешқайсыдан қазір сіздер естіп жатқан ақпараттарыңыз ол өтірік. Статистика бойынша $100 пермен есептеп отырасыз. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Көптен бері видео салған жоқпын. Маған көп сұрақтар келген екен. Сол сұрақтардың екінші видеом бұл. Shopify бойынша. Shopify айналысып жатсыз ба? Және де ол жерде қандай плюстар бар, минустар бар? Хочу зарабатывать, хочу үйренуге дейді да. Бұлай айтайыншы, мен өз басым осы Shopify-ды үйренуге чисто 800 теңге жұмсадым. 800 теңге. Неге 800 сабақтар қазіргі таңда Shopify-дың сабақтары Қазақстанда өте ұшып тұр. Білесіздер, жаңа ниша, жаңа Қазақстанға келгеннен бізге, мен де сондай болады, жаңа бизнес, жаңа Қазақстанға келді деп 400 теңгеге сабақ алдым. Онлайн тоже видео сабақ кет курста болды, сабақ алдым. Болды. Ешқандай кері байланыс. Енді өтірік айтпай қойын, 1-2 ғана болды, бірақ ол жерде былайша суть айтайын десем, ондай 400 теңге тұрмайды. Еще Қазақстанның эксперттерінен алдым. Тағы да басқа эксперттен сабақ алдым, тағы да басқасынан сұрақ алдым, тағы басқасынан менторство алдым, 100 теңге, анадан, мынадан. Ошым, былай айтқан кезде білімнің өзіне қанша ақша жұмсадым. Бір 600-дай кеткен шығар. Және де одан 200 теңгесі, былайша айтқан кезде, әртүрлі сайт жасадым, домен сатып аласың ішінде. Не дейді? Бір ғана сұраққа, бір фишканы білу үшін тағын ақша төлейсің дейсіз ғой. Тура солай көп ақша кетіп қалды менде. Бұл Shopify, қалай айтсам екен, не розовым очки. Бірден айтайын, қазір елдер ойбай кіре қаласын, ойбай батып кетесің, ойбай үйте қаласын деген оны емес. Мен сізге бірінші минустарын айтайын, одан кейін плюстарын айтайын. Бірінші минусы, ешқандай ақша салмайсың, ешқандай жасамайсың дейді. Және де не деп айтады? Так, лично өзіме айтқан ғой. Сайт жасайсың, реклама жібересің, заказ түседі, ортадағы ақша саған. Осындай естіп жатқан шығарсыздар. Дұрыс, сондай, бірақтан оған жеткенге дейін бізде әлде қайда әлсізбіз. Яғни әлде қайда бізде білім аз. Себебі Wildberries жаңадан келгенде де бізде білім болмады. Соның Wildberries-тің өзін просто 500-600 теңгеден сатылды да. Енді мынау деп айтпай қояйын, енді өзіңіздер білесіздер. Мен 100 мыңнан, 150 мыңнан, 50 мыңнан көшім сөйтіп бастап, өзім результат что сабақ соған тұрады деп солай жұмыс жасадым да, солай үйреттім. Shopify-да да қазір бірақ чисто 250 мың теңге онлайн кері байланыссыз. Қазір қайда қарасаңыз солай. Бірақтан айтайын, бұл Shopify деген Wildberries емес, Каспи емес. Бізге бұл 20 жылдан кейін келіп отыр, 22 жылдан кейін Shopify. Бұны Европа, Америкаларға мен товар заказ, енді ағылшынша мықты емес пе бізде? Соны перевод жасап, сайт жасап, сіз оны Европаға жіберген жағдайда да, жібергенде сіз күніне $20, $30, кейде $100 мен жіберу керексіз рекламаны да. Сізге көбірек ақпарат болу үшін, заказ түсу үшін, кабинетіңізге қанша адам көру үшін. Мен басында $10, $5, $10 деп жасап бір апта жібердім. Рекламадан заказ болған жоқ. Яғни солай сіз түсініңіз, Shopify-ға кірсеңіз, міндетті түрде жақсы табыс бар. Жоқ емес, шүкір қазір тауып жатырмын. Бірақ оған жету үшін сізде сабыр, білім, және де ақша керек. Ақша рекламаға кетеді, доменға кетеді. Енді көп адам түсінбеуі мүмкін, мен көбірек ашыбырақ видео түсіргім келді, что көп уақыттарыңызды алмау үшін. Қайталап айтып кетейін, магазинге Shopify-да сіз рекламаға бірінші очередте ақша керек, және де магазинде домен сатып алу керексіз. Ол міндетті. Домен болмаса сіз Европа, Америкаға шыға алмайсыз. Себебі домен деген не ол? Мына жерге қойып қоям, көріп тұрған шығар. Домен ол сайттың
атауы ғой, сайтқа кіретін домен. Ол сол домен арқылы сізді таниды. Например, magnum.com десең, magnum.kz десеңіз, Magnumның сайтына кіресіз. Magnumға кіріп, басқа жерге кіріп кетпейсіз, иә. Например, Умида Абдыманапқызы деп мен екендігін білесіздер. Тура солай магазиннің өзінің домені болу керек. Katon.com десеңіз, кез келген Еуропа, қай жақ, мировой, қай жақтан болса да кірсеңіз, сол магазиннің сайтына кіресіздер. Тура солай өз магазиніңіз сайтыңызға домен сатып алу керексіз. Ол $15 жоғары. Осы жерде көрсетіп қойдым. $15 жоғары. Енді $15 жоғары домендер бірінші, ол да ақша, иә? И және де Lux деген приложение бар, себебі магазиніңізда 0, ойлаңызшы, сіз 20 жыл жұмыс жасап жатқан адамдарға конкурент болып шығып келе жатсыз. Оларда отзывтар бар, живой отзывтар бар, өтірік отзывтар бар деген сияқты ғой. Былайша приложение тоже бұл жерде де солай дайын отзывтарды алатын сайт бар, приложение, бірақ ол $35. 14 күннің ішінде сіз маған үйтіп айтқан жоқ, үйреткен жоқ. Мен ойбай жақсы екен деп оны жүктеп алдым, қостым деген сияқты. 14 күннен кейін ол ары қарай жұмысын жалғастыра береді, отзыв тұра береді сайтыңызда, бірақ рекламадан қалай оған жұмысы жоқ. Ол Lux приложение сіз өшірмекші болсаңыз, 14 күннен кейін ол бір айға толған кезде сізден шотыңыздан $35 аламын деп келеді. Бірақ мен ол төлегім жоқ, неге мен заказ тапқан жоқпын деп жасайтын болсаңыз, сіз оны отказ жасап, приложение удалить етейін десеңіз, удалить ете алмайсыз. Сіз когда ақшасын төлемейінше. Ал сізді оны ақшасын төлемесеңіз, немесе оны удалить етпесеңіз, сіз магазиніңізді жаба алмайсыз. Магазин жабу үшін да сіз ол немесе крайний картаңызда полностью жоқ тастау керек, болмаса картада оплата в интернет өшіріп тастау керек те. Сіз ертең сіз оплата в интернет ашасыз, ол сіздің шотыңыздан алып. Яғни ол 1 ай тұра ма, 2 ай тұра ма, 3 ай тұра ма, ұмытып кетсеңіз де, егер оплата в интернет ашып қалсаңыз, 3 айлық $35 ақшаңызды алып алады. Shopify Lux приложениесі, ол отзыв приложениесі. Отзыв керек емес десеңіз, бірақ отзыв болмаса товарларыңызда товары жоқ, товары бар, жақсы, бірақ отзыв жоқ, клиенттер алмаған деген сияқты сенімсіздік болады да, сіздің магазиніңіз товарыңызды алмайды. Мен солай қиналдым, солай ақшам кетіп қалды. Екі магазинімде солай $35 неге алып жатқанын түсінбеймін, кімнен сұраймын, ана кейін ментор салған бір қыздан сұрадым, ол кісі осындай, сіз оны өшірмесеңіз болмайды деді. И магазинді өшіре салайын, керек емес болды. Әлі 3 магазинмен үйренуге деп ниеттенбеген едім негізі. 3 магазин қанша еңбек жасадым, бірақ ешқайсыдан заказ түскен жоқ. Сол себепті қазір сіздер айтып жатқан, естіп жатқан ақпараттарыңыз ол өтірік. Кіре қаласын, байып кетесін, ойбай үйте қаласын, бүйте қаласын деген нәрсе ол өтірік. Статистика бойынша осы Shopify-да әр 20 адамның 2-і ғана результатқа шығады. Ол статистика бойынша. Поэтому әрине, мен сізді қорқытпақшы емеспін, просто сіздердің ойларыңыз болатын болса, лучше кішкене мен жасай аламын нау деп өзіңізде нық болған адамдар жұмысқа кірісіңіздер, құр босқа ақшаларыңызды курсқа жіберіп қоймаңыздар, мен сияқты. Мен себебі оған да қанша ақша жұмсап, күйеуімнен сөз естіп, енді көздеріңіз білесіз, квартирада тұрамыз, балам бар. Поэтому ондай нәрсеге алданып қалмаңыздар. Так, екінші, енді тағы да айтып кететін жайт. Видео көбейіп кетсе, онда 2-ге бөле салам, келесі видеоны көретін боласыздар. Егер де видео ұнап жатса, келесі видеосын қосатын боламын. Және де екінші нәрсе, бізде не ол? Екінші нәрсе, основном эмоцияға беріліп қаламыз да, ойбай болды, мен жасадым, маған заказ түсу керек деген сияқты. Жоқ, ондай емес, тестовый болады. Тест ретінде $100 примерно есептеп отырасыз. Нақты оборотқа шығып алу үшін сізге 3 ай кемінде керек болады. Алланың қалауы, әрине, біреуге ерте, біреуде кеш, бірақтан сіз жұмыс жасайтын болсаңыз, дұрыстап істейтін болсаңыз, барлығын білетін болсаңыз, приложениелерді уақытылы өшірсеңіз, мен уақытылы өшірмегеннен сонша ақша төлеп тастадым да. Яғни 14 күн деді ма, 14 күннің ішінде сізде болмады ма, Lux приложениесінде жақсы результат болмады, оны Lux өшіріп тастаңыз. Ол кезде сізде ештеңе істемейді. Пробный периодта ол 14 күннің ішінде өшіріп тастаңыз, ешқандай проблема жоқ. Бірақ одан өтіп кетсе, сіз уже ақша төлеу керексіз. Соларды ескеру керек, приложениелердің барлығына абай болу керек, әр затты бүйтіп басып тастамау керек. Себебі ол барлығы 3 күн тегін, 4 күн тегін, 14 күн тегін деген заттар ертесі күні ол ақша алып кетеді.
$9 болсын, $10 болсын. Поэтому мен тек қана жұмсаңыздар деп айтар едім. Осы доменға алыңыздар, және де Lux приложениені дұрыс пайдалану үшін бүкіл сайттарыңыз дайын болғаннан кейін реклама 14 күн жіберіңіздер. Егер 14 күннің ішінде заказ түспесе, Lux приложениесін өшіріп тастаңыздар. Себебі $35 ол үлкен ақша да. Былайша айтқан кезде нөлден жасап жатқан адамға. Және де заказ түскеннен кейін заказ түсті, Алла тағаланың қалауымен, ол сіз PayPal приложениесі арқылы, ақшаңызды аласыз, международный. PayPal приложениесінен 21 күн сіз ақша аламайсыз. Неге 21 күн ол PayPal клиенттерді жақтайды. Клиент 21 күннің ішінде клиент жауап жасайтын болса, мен алданып қалдым, немесе маған кері байланыс берген жоқ, ақшам күйді, тағы да басқа нәрсе дейтін болса, PayPal алады да ақшасын клиентке береді. Ол всегда клиенттердің тарапында болады. Егер 21 күннің ішінде ешқандай жұмыс, ешқандай сізге жалып болмайтын болса, онда одан кейін күнделікті ақшаңызды күнде ала бересіздер. Яғни PayPal приложениесі ол сізді жақтамайды. Бірінші ол клиентті жақтайды. Одан кейін бір қырсығы бар. PayPal-да егер де сіз дұрыс емес регистрация жасап қойсаңыз, немесе PayPal-да физический лицо немесе корпоративный қайсысын таңдап дұрыс емес ашып қоятын болсаңыз, ол сізді танып алады да, сіз қайта оны аша алмайсыз. Сол себепті абайлап жұмыс жасау керек. Тағы да айтатындарым көп. Осы Shopify бойынша көп сұрақтар келген екен. Сол себепті жауап беріп жатқан жерім. Айтатын болсам, қорытынды ретінде тағы да енді сұрақтарымызды келесі видео салам, Shopify бойынша. Шүкір, қазір тауып жатырмын. Былайша действительно үйде отырған аналарға, действительно онлайн жұмыс жасаймын деген адамға, білем деген адамға өте жақсы жұмыс. Плюсы, бағана минустарын айтып кеттім, плюсы, ең жоғары плюсы, AliExpress-тен алдыңыз, обработка жасадыңыз, бағаны дұрыстап, сайтты дұрыстадыңыз, товар магазинге қойдыңыз, магазиніңізге ұнады клиентке, сіздің логотипіңіз, доменіңіз, товарыңыз, хит товар болды, например, заказ берді, PayPal-ға ақша салды, ол алдын ала ақшасын салып қойды. Ол ақшасын салды, сіз, например, $3, $5 деген затты $30-ға саттыңыз дейік, $25-ға. Сіз $25 түседі, пока сіз ол ақшаны алмайсыз, 21 күн тұру керек қой. Сіз өзіңіз қалтаңыздан $3-4, және де жеткізумен $5, $10-ды сіз AliExpress-ке поставщикке жібересіз. Ол ақшасы түскеннен кейін сразу отправка жасайды. Сіз оны көріп отырасыз. Ол сізге отправка жасалды, мына жаққа жетті, немесе складтан алып шығып жатыр деген сияқты кейбір товарлар сол Еуропаның өздерінде складтарында тұрады. Сол товарларды таңдап жіберсеңіздер, ол 14 күн, 12 күн, 15 күннің ішінде клиентке жетеді. Содан кейін сіз ішіндегі ақшаңызды 21 күннің ішінде күнделікті ақшаңызды күнде алып отыра бересіздер. Бұл жерде ешқандай қиындық жоқ, откровенно жұмыс жасауға болады, бірақтан болмайды деп айта алмаймын. Болады әрине. Еңбек керек, және де білім керек. Мен осы білім үшін өте көп ақша жұмсадым. Терпение, нерв, жолдасым бар, ата-енем бар деген сияқты балам. Поэтому қанша минус болды, қанша білмегендерім болды, сол себепті айтар едім, ондай 400-500 мыңға алып, мен сияқты қиналып қалмаңыздар. Және де қазір нарықта бұл жаңа ниша болғаннан кейін құлақтарыңызға алтын сырға жақсылап үйреніп алып, жақсылап біліп алып, осы жерден жақсы ақша тауып кетуге болады. Сәттілік.